Жезқазған тарихи археологиялық мұражайында Ұлы дала мұрасы атты мұражайлар фестивалі өтті. Фестивальге Түркия, Қытай, Моңғолия секілді алыс жақын шет елдер мен Қазақстан мұражайлары мен мұрағат қызметкерлері қатысты. Шара барысында Жезқазғандық мұражайына 60-қа жуық жәдігер көрмеге қойылды. Толығырақ тілшіміздің бейнематериалында. Үш тілде өткен фестиваль барысында белгілі суретшілер мен қолөнершілердің басын қосқан хас шеберлер шеруі өтті. Шараға қатысушылар өнер шеберлерінен шеберлік сабақтарын алу мүмкіндігіне ие болды. Это без тетивы, он называется адырна. Вот это вот адырна. Бұл адырна, оған кіріс тағылады. Жібі керілген адырнаны жай деп атайды. Әр жерден келген мұражай қызметкерлері түрлі материалдардан жасалған ерекше жұмыстарын көпшілік назарына ұсынып, қала тұрғындары мен қонақтарын бұйымды дайындау барысымен таныстырды. Тарихи этнографиялық маңызы зор шараға ақ әжелер ансамблі де қатысып, ұлттық тағамдарды әзірлеу құпияларымен бөлісті. Мне бы хотелось пожелать, чтобы этот фестиваль, Мен бұл фестивальдің жыл сайын өтуін тілеймін. Мұнда адамдар тек бір-бірін көру үшін ғана емес, музей саласында қандай жаңалықтар болып жатқанын біліп, өзара тәжірибе алмасса деймін. Іс-шара Ұлы дала мұрасы экспозициясы мен Ұлы дала жауһарлары көрмесінің ашылуымен жалғасты. Мұнда Жезқазған қаласы мұражайының қызметкерлері Кешубай Байділдинов пен Сабира Өткелованың қолынан шыққан алтын адамның көшірмесі қойылды. Музей ұжымын облыстық мәдениет мұрағат және құжаттама басқармасының басшысы Еркебұлан Ағымбаев жәдігерлер қатарының толығуымен құттықтады. Сәния Орынбасар, Ардақ Кейкенова, Сарыарқа телеарнасы.